сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Жаңа айттық, мысалы, ең төменгімен төлесеңіз болады 85 мың, 85 мың, 85 мың, 6 айға 85 мың. Сонда барлығы 6 айға 85 мың, мысалы 6 айға көбейтсек 510 мың теңге деп жазасың мына жерге. Енді одан кейін жаңа сайтта тұрған кезде мына жерде жанында 910-да 00 екінші страница деп тұрады. Екінші страницаға өтеміз. Ол уже екінші страница бізде мына. Осы екінші страницаны ашқан кезде осы жер ашылады. Тағы да бен бірінші жартыжылдық немесе екінші жартыжылдық жылын жазасыз. Сумма социальных отчислений к уплате дейді. Жаңа біз социальный отчисление әлеуметтік төлемнің қанша теңгеден есептелетінін жаздық. Енді қанша теңге төлейтінін жазамыз. Мысалға, социальный отчисление қанша теңге төленеді? Мысалы, жаңа 85 мыңнан төлейтін болсақ, ең төмен жалақымен, 3,5%. 2975, 6 айға 2975, екінші айға 2975, екінші 5, 4, 5, 6 ай. Барлығын 2975-тен жазамыз. Сонда барлық 6 айға, мысалы 6-ға көбейтсек, 17850 теңге деп мына жерге жазып шығамыз. Енді жаңағы 17850 теңге деген бар ғой, мына 6 айдікі осындай шықты ғой. Социальный налог төлейтін кезде, біз жаңа жерге айттық, әлеуметтік салық төлейтін кезде қанша шықты? Мысалы, 50 қанша шықты жаңа? 51285 теңге. 51285 теңге шықты, Қазір 51285 теңге. Осыдан азайтамыз. Жаңағы 2975 6 айға қанша шықты? Мысалы, 17850 шықты. Соны азайтып тастаймыз. Азайтамыз. 17850. 33435 теңге деп, мына социальный налог деген жерге осы сумма жазылады. Түсінікті ғой? Яғни жартысынан социальный отчисленияның суммасын алып тастаймыз социальный налогта. Енді ары қарай жалғастырамыз. Төленетін сумманы жазып шықтық. 6 айдікін қанша теңге төлейсіз? Одан кейін доход для исчисления обязательных пенсионных взносов и обязательных пенсионных взносов работодателя, ОПВ мен ОПВР. Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы төлемі мен зейнетақы төлемін жазамыз. Қанша теңгені есептейсіз оны? Ол да мысалы 85 мың есептесеңіз, 85 мың есептейсіз. Және де сонда 6 айға 510 мың деп жазасыз, Сумма обязательных пенсионных взносов к уплате. Пенсионный взносқа төлейтін сумма. Мысалға, пенсионный взнос бізде 10%. Сонда 85 мыңның 10% бізде 8500 теңгеден 6 айға жазып шығамыз. Сонда 8500-ден 6 айға көбейтсек, мына жерге 51 мың теңге болады. Сумма обязательных пенсионных взносов работодателя к уплате дейді. ОПВР төлейтін, Бізде ОПВР 1,5% 2024 жылы. 1275 теңгеден жазып шығасыз. Мына жерге барлығы 1270 теңге 6 айға 7650 теңге. Бірақ бұл ОПВР төлеу үшін жаңағы жеке кәсіпкердің жылы, туған жылы 1975-тен бері қарай болу керек. Яғни 1975, 1976, 1977 деген сияқты бері қарай туылған жылы. Ал 1975-тен үлкен болса, яғни 1974, 1973 жыл сияқты ары қарай кететін болса, онда олар ОПВР төлемейді. Мынау сумма взнос на обязательное социальное медицинское страхование, медстрахование к уплате дейді. Төлейміз. Қанша төлейміз? Бұны қалай төлейді? Төлейтін суммасы, Оның формуласы мындай. Ең төменгі жалақы деген 85 мың, Соның 1/4 размері, яғни 1,4 минимальный зарплата. Соны, яғни 119 мың теңгенің 5%. 5950 теңге. 5950 деп 6 айға жазып шығасыз, және де ең соңында астына осыны 6-ға көбейтетін болсақ, 35700 теңге болады, 85 мыңнан төлемесеңіз, доход қаншадан төлейсіз, соны есептеп шығасыз. Ары қарай кетеді. Сотрудниктеріңіздің даналары, начисленные доходы
қанша айда тапты, иә, барлық сотрудник, мысалы 6 сотрудник болса, алтауының мысалы зарплатасын жазып шығасыз, 3 айға, әр айға бөлек, енді барлығын бөлек жазып шығасыз, барлығын қосып. Жұмысшылардың доходын жазасыз, мына жерге жазылған, мына жерге де түседі, яғни олар дивиденд тапса, дивиденд, выигрыш, вознаграждение, анау мынау, иә, кете береді, бар болса. Яғни доходы физических лиц по договорам гражданского права характера, предметом которым является оказание услуг выполненной работы. КПХ мен жұмыс жасайтындар, иә. КПХ туралы біз өзіміздің жеке сабақтарымыз бар. Жаңа не туралы айттық біз? КПХ туралы айттық, иә. КПХ туралы өзіміздің сабақтарымыз бар. Сол сабақтарымыздан көрсеңіз болады. Келесі енді 3-ші страницаға өтесіз. Жоғары жақтан 3-ші страницада не бар? Бұл жерде жұмысшылардың жаңағыдай единый платежмен жұмыс жасайтын болсаңыз, единый платеж туралы айттық жаңа, сол қай доходтан есептеліп жатыр, 6 айдікін және полный 6 айдікін қосып жазасыз. Сумма единого платежа, подлежащее перечислению дейді. Қанша теңге төлеп жатсыз, единый платеж барлығына. Үтірге дейін теңгесін, үтірден кейін тиынын жазсаңыздар болады, иә. Уж кете береді, мына жерде сумма индивидуальный подоходный налога, подлежащий перечислению бюджет с доходом граждан Республики Казахстан. Яғни қанша теңге төлеп жатсыз жеке табыс салығына. Төленетін сумма 6 айдікі және ай сайын бөлек-бөлек және барлық 6 айдікі. Мынау сол жеке табыс салығының төленетін суммасының шетелдік немесе гражданство жоқ жұмысшыларыңыз болса. Социальное отчисление, сол жұмысшылардікі. Төленетін қанша жұмысшыңыз бар барлығы, мына айтып жатқанның барлығы, мына жерде. Мысалы 10 жұмысшы болса, 10 жұмысшыңыздың қосқанда қанша теңге. Ай сайын бөлек-бөлек және барлық 6 айдікі. Пенсионный взнос, барлық жұмысшыңыздың төленетін суммасы к уплате, 6 ай сайын бөлек және барлығы. ОПВР бұл да солай. Барлық жұмысшыныкі төленетін суммасы ай сайын әр айдікін бөлек және мына жерге полный барлық 6 ай. Және де 4-ші страницаға өтетін болсаңыз, бұл жерде не бар? Пенсионный взнос төленетін сумма, тағы да әр жұмысшыныкі бөлек және 6 ай барлығы. Мынау взнос восмос пен осмос екеуінікі. Осмос туралы біз сабақтарымызда айтамыз, иә, бұл туралы. Барлық жұмысшыныкі тағы да төленетін суммасы ай сайын бөлек жазып шығасыз 6 айдікін және барлық 6 айдікін қосып. Запасы, қандай запасы бар еді сізде? Товар, материал немесе дайын өнім деген сияқты, иә. Мына жерге барлық сумманы жазып шығасыз запасы. Налоговый период басталған кезде қанша бар еді, қанша теңгеге запастарыңыз, товар, материал, дайын өнім барлығын қосқанда. Налоговый период аяқталғанда қанша қалды. Және де сол налоговый периодта сатып алғандарыңыз. Сол 6 ай аралығында, иә. Бизнес идентификационный номерін жазасыз. Жаңағыдай өзіңіз бин қай неге аппарат әкелген города, қай угодаға төлеп жатсыз, соны жазасыз. Мына жерге учредитель кім? Жаңа ИП-ның атында ашылған адам қол қояды. Дата подачи декларациясы қай күні тапсырып жатыр. Код органы государственных доходов деген мысалға жазып шығасыз. Мысалы Түркістан қаласы 58-20 деген сияқты, иә. Және де сайтқа кірген кезде жоғары жағында отправить в ОГД деген бар, соны басамыз. Мына жерде сайтта ошибки деген жерді бассаңыз, ошибкаларыңызды тауып береді өзі. Отправить в ОГД десеңіз бассаңыз уже шығады, иә. Мына жерде көріп тұрсыз ғой, 910-01, 02, 03 деп. Оларды келесі сабақта айтамыз олар жайында. Және де одан бөлек бухгалтерлік есепті немесе салық есептерін немесе сол бухучеттан бөлек 1С программасындағы бүкіл операцияларды бізбен бірге үйренгіңіз келсе, онда мына номерге жазсаңыздар болады. 8778-279-1398 деген WhatsApp номерде шықсаңыздар болады осы номерге. Мен жауап берем. Кез келген уақытта біздің курстарымызды көру арқылы үйренсеңіздер болады бірге. Сертификат барлығы беріледі. Толық ақпарат алу үшін осы номерге шығыңыздар. Одан бөлек биржа, трейдинг, акция туралы сабақтарымыз да бар. Сау болыңыздар.